Так, кеш жарық достар. Бүгін мен сіздерге криптоюнитті қалай сатып алу керек L-банктен, да, былай айтқанда. Биржа L-банк. Так, қалай сатып аламыз? Қалай через P2P обменниктен толтырамыз? Жалпы әртүрлі бағыттар бар, әртүрлі салада толтыруға болады. Даже біздің мына жерден дебетный карта, P2P, быстрый торговый, банковский перевод жасауға болады. Осылардың ішінен менің өзімнің жақсы білетін жерім, через Binance USDT осында толтырып, USDT осында яқтырамын. То есть, друзья, добрый вечер. Я сегодня хочу показать вам, как купить в бирже в L-банке криптовалюта. ВОП токен не имеет значения. И какие здесь есть. Я сейчас вам покажу. Вот, какие есть. Пожалуйста, хотите, пожалуйста, купите. Достар, так, ол үшін Binance'қа барамыз. Binance'қа барып, P2P'де таңдаймыз. Түсінікті достар, да? Егер сіздерде Binance'та болып жатсаңыздар, тіркеліп жатсаңыздар, верификация міндетті түрде өту керек, двухфакторная аутентификация міндетті түрде қою керек. Друзья, я хочу пополнить USDT через Binance. Сперва надо зарегистрироваться и пройти верификацию полной. Надо поставить двухфакторную аутентификацию и пройти полную верификацию. То есть, давайте через P2P обменник, P2P торговля, да, я хочу пополнить сперва USDT. Достар, мен P2P'ді таңдаймын. Қараңыздар, бұл жерде продавать и купить. Біздерге енді купить керек қой, да, сатып аламыз, то есть, да. Енді қараңыздар, бұл жерде біз USDT-ны таңдадық. Биткоин емес, эфирум, BNB емес деген сияқты. Енді бұл жерге әрине бұл жерде әртүрлі баға тұрады, ең бірінші. Доллар бірдеме тұруы мүмкін. Мен Қазақстанда бұл жерге жазып, Қазақстан таңдап қойдым. Так, бұл жерге сумманы жазамыз. Давайте мен 20 000 толтырып көрейін. Способ оплата, бұл жерде 20 000 жазсаңыздар шығады жалпы. И бұл жерде способ оплата біздің Қазақстандағы Жусан банк, барлық банктерді өшірін таңдай аласыздар. Народный банк па, Каспий банк па. Мен соның ішінде Каспий банк таңдадым. Даже лимит азая береді. Енді бұл жерге 20 000 деп жазғасын, уже лимит 20 000-нан бастады. Бұл жерде мысалға 100 000. Бұл жерде 260 000 лимит. Бұл жерде көрдіңіздер, 5 000-нан 50 000-ға дейін бар даже. Енді бұл жерде, достар, қараңыздар, полностью мына кісілер верификацияны өткен, задачаны 100% орындаған, то есть, былай айтқанда доверенный, сіздердің мынандай адамдармен жұмыс жасауға болады да, қарайық достар, қараңыздар. Міне 5 000-нан 50 000-ға дейін дейді. Каспий банк, Халық банк и Home кредит бар екен. Давай осымен мен жұмыс жасаймын, то есть, былай айтқанда. Енді бұл жерде курс басталынады. Онда курста разница жоқ, былай айтқанда. Давайте мен мынаны бастайын. Купить. Так, бұл жерге 20 000 жаздым. Енді бұл жерге көрдіңіздер, достар. 473 пен маған курс береді. 15 минуттың ішінде маған, так, бұл жерге жазам айтпашы, міне 20 000. 42 доллар беру керек маған USDT. Түсінікті достар, да? Енді міне купить. Мен басам. Хорошо, мәне способ оплатаға жібереді қазір. Міне достар, условия бұл жерде. Перевод платеж продавцу, ожидайте перевод крипто продавцу и завершено дейді. Енді достар, қараңыздар, мына номерді, банковский номерді мен теруім керек. Сол кезде осы кісінің аты шығу керек маған. Түсінікті ғой достар, да? Асықпай толтыруымыз керек, достар. Енді бұл жерде барлығы жазылған.
басқа третий лицоға жіберуге болмайды, болмаса почату мына жерде жазасыздар. Түсінікті ғой достар, да? Достар, міне мен тердім, Кристина деп шықты маған. Осыған мен жібердім уже. И мына жерде оплачено далее деген басасыңдар, достар. Да, мына жерде толтырдым, бәрін жібердім. И мына жерге даже жазсаңыздар да болады. Так. Так, менде ордер келді. Көріңіз достар, да, 42 USD келген уже маған. Түсінікті достар, да? Енді мына жерден отзыв қалдырып кетуге болады. Но это потом істерміз. Так, теперь достар, мына панель управлениеге барып жүріп, кошелекті басасыңдар. Түсінікті, да? Кошелекті басып, образ кошелканы басасыңдар. Так. Қараңыздар достар, жалпы мына жерде міне пополнение тұр, міне. Жалпы биткоинмен көрсетіп тұр. Вот. Основной баланста тұр, міне аккаунтта $103, менде $42. Сонда пополнениені біз спотқа жіберуіміз керек та, мына перевод дейді басамыз. Бұл уже пополнение тұр, но біз мына торговляға жіберуіміз керек былай айтқанда. Перевод дейді басасыңдар достар, көрдіңіз ғой, да? Енді қараңыздар, міне споттан пополнениеге жіберуіміз керек. Мынаны басамыз. Көрдіңіз, доступно $42 деп шықты. Бұның бәрін на торговляға жібереміз, подтвердить. Перевод успешно завершено. Так, теперь енді осыны біздер жіберуіміз керек. Достар, мына выводты басамыз. Көрдіңіз ғой, да? Вывод басамыз. Мына жерге USDT-ны таңдаймыз. USDT. Так, теперь менде міне $42 тұр. Новый адрес. Мына адреске сіздер қай жаққа жібересіңдер? Например, Unitex па, L-банк па, Local Treble ма, соған қайсына жібересің, соның адрес кошелекін дайындаймыз. То есть айталық, мен L-банкке келдім, кошелекті басамыз, достар. Кошелекті басып, спотты басамыз. Так, мына жерге USDT-ға келіп, депозитті басамыз. Так, мен согласен. Мынаны копировать етіп аламыз. Еще мына жерде достар, ұмытпаңыздар, әртүрлі кошелектер бар мына жерде. TRK20, ERC20 деген сияқты кошелектер. Сіздің немен жіберіп жатсыз? Қазір қараңыздар, мен неге барайын? Мына жерге кошелекті қойғаннан кейін. Ну, давайте біз кошелекті копировать етіп алайын. Сосын түсіндірем насчет ERC20. Мына жерге кошелекті қоям. Так, теперь астына выберите сит деп тұр. Соған келесіздерді міне көрдіңіз достар. Обязательно мынаны біреуін таңдауыңыз керек. Сіздің ERC20, так, мына жерде жоқ деп тұр ма? Так. Менде ERC20 болмады ма, да? Қараңыздар достар, мына жерде мен ERC20-ті таңдап тұрмын. Binance-ға келдім. Так, копировать етіп алам, қайтам. Копировать етіп алдым. ERC20. Так, Binance-ға келдім. Мына жаққа қойдым. Мына жерден қараңыздар, ERC20 пен жұмыс жасайтын кошелектер шығарып тұрды, былай айтқанда. BNB шығарып тұр, Ethereum шығарып тұр. Бұлардың комиссиясы өте көп. Көрдіңіз ғой, комиссия $10, $0.8 и $1 комиссия көп.
ал маған мына трон TRC-20 керек та. Трон таппай тұр, көрдіңіз ғой достар да. Мына жерде будьте внимательны. Мен рекомендация бермеймін, әркім өзі шешу керек. Мен Қайрат Ниязов бұл түсіріп жатқан видеоларыма жауап бермеймін, себебі мен өзім істеп білетін болғасын істеп жатырмын. Ал егер сіздерден бір қателік кетіп жатса, оған мен жауап бермеймін, алдын ала айтып қояйын. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Енді мен не істеуім керек? Міне L-банкке бардым. Достар, маған TRC-20 керек. TRC-20 басқанда үстінен автоматом мына кошелек өзгереді. Көрдіңіз ғой достар да? Минимальный 25 юздықты 10-30 минуттың ішінде түседі деп тұр. Сондықтан міне TRC-20-ті таңдадым и копируем. Көрдіңіз ғой достар да? И неге келеміз? Binance'ға келеміз. Мен мына кошелек кетіріп тастаймын. Енді мына жерге мен TRC-20-ті қоямын. И іздеп қараймын жерден. Міне TRC-20. Бұл жерде бір USDT 5 минуттың ішінде түседі. Tron TRC-20. Solana бар даже. Қалғандары уже жабық. Түсінікті ғой достар да? Маған TRC-20 керек. TRC-20 таңдадым. Бұл екеуі совпадать ету керек. TRC-20 пен қараңыздар. Мына жердегі мынау қазақша жазылып тұр ғой, в принципе. Перевод болып тұр. TRC-20 бұл да. Енді қараңыздар, сол екеуі келгенде бір-бірімен. Сол кезде уже перевод жүреді, былай айтқанда. Енді бұл жерге мен давайте 42 штук деп жазам. Но маған, по-моему, 41 USDT түсетіне. Міне перевод бастық. Так, енді қараңыздар, бұл жерде барлық біз условияларды қабылдаймыз. Так. И бұл жерде әртүрлі код аутентификация, оның бәрін мен қазір жасап көрсетемін. Достар, қараңыздар, маған телефонға код келді, және электропочтаға келді, мынандай алып. И енді двухфакторный аутентификация қою керек, үшіншісі контрольный. Сол кезде так, сол кезде біз жіберіп бастаймыз. Көрдіңіз ғой, тройной защита бұл жерде. Өте жақсы. Так, завершена дейді. Все, завершена. Енді біз L-банкке барамыз. L-банкті обновление жасаймыз. Так, кабинетті қараймыз. Бізге USDT түсу керек. Так, достар, міне маған 41 USDT түсті. Теперь, торговляға барамыз да. Так, теперь мына жерде енді керек криптовалюталарыңызды мына жерден сатып аласыңдар. Даже криптовалюталарды қараңыздар, достар. Мен енді, давайте мен Polkadot сатып алам. Бұл жерден криптовалюта рынок. Бірінші жүздіктерді ашып қарап, анализ жасайсыңдар. Капитализациясы қандай, системалар қалай. Жалпы графиктерін бәрін өздеріңіз қарайсыңдар, достар. Мен белгілеп қойған криптовалюталарым, бірінші жүздіктегі криптовалюталар. Соның ішінде енді криптоюнити бар, білесіздер. LVK бар, бұл L-банктың өзінің токені. Local Travel'ның LTT-сы бар. WOP токен бар. Енді көп мына жерде. Solana, Cardano, Polkadot, Shiba. Енді Ripple, әріптестер, бұны әркім өзі шешеді, қандай криптовалютаны сатып алатын, әркім өздері шешеді. Давайте мен неге келейін. Так, екі бір зат болып тұрда. Мен жерге мен не затты сатып алайын. Polkadot'тың азғантайын сатып алып көрсетейін сіздерге. Даже мен жерден, қараңыздар, достар, мен жерде мен мынаны сатып алып жатырмын, мынаны копировать етіп, выставлять етіп мен жерге қойсаңыздар, достар, сразу тауып береді да. Жоқ, так, мен жерде, міне. Көріңіздер, міне тауып тұр менде. Енді осының азғантай үштігін сатып алу керек.
в принципе пробный да, типа. Енді бұл жерде астында мынаны бассам 100%-не кетеді, 30 штук түседі. Мынаны бассам там 20% түседі. Ну ладно, 5 штугын сатып алайын мен. 5 штугын сатып алам. Так, 5-те 0,0. Так, купить. Міне. Так, кетті заказ. Енді уже қазір обновление жасайық. Қанша штук кетті деген, қанша долларым. Енді келесіне менде 34 доллар қалды. Көрдіңіз достар да? Менде уже баланста 34 доллар. Но келесіде давайте тағы да қандай давайте мен WOP токенге ордер қояйын. WOP токен қазір 3-те 19 доллар болып тұр, 3 доллар 19. Енді купить. Мына жерден давай бәріне не қояйын? Покупка. Так. Обновление жасап жіберейік. WOP токен. Бәріне мен алуға. И еще қараңыз достар, мен жерде 3.19 деп тұр ма? Мен 3 долларға сатып алуға ордер қоямын. Түсінікті достар да? 3 долларға сатып алуға. Міне. Так, ордер уже кетті. Міне ордер кетті. Так, достар, жалпы мен айтайын дегенім осы. Так, мен қарап жүрейін енді кошелектерімді, баланстарымды. Міне уже Polkadot сатып алдым мен. Так, бұл жерде барлық бағалар тұрады. Менде міне 47 штук WOP токен бар, ол 152 доллар тұрады. Так, Cruum бар, ол 40 доллар тұрады, почти что. Так, 34 доллар менде неде тұр? Резервныйда тұр. 6 доллар тұрады мына Polkadot'ың. И азғантай нем бар. L-банктың өзінің токендері бар. Жалпы достар, осы мен айтайын дегенім, жалпы менің өзімнің ойым, міне жерде ордерлар тұр ғой, көрдіңіз достар да. Бүгін істелген заттарымыз кеше жалпы ақша аударып отырғанымыз. Жалпы мен өзім Binance-пен толтырып, P2P-мен да, сол арқылы USDT-ны қай банкі, L-банк болсын, Local Travel болсын, Index болсын, қай биржаға жіберсеңіздер де жіберіп, сөйерден криптовалюталарды өздеріңізге керек. Мысалға, соларды сатып алып, қалай сатып алу керек екенін көрсеттім. Достар, мен тағы да айтам, бұл тек өзімнің істеп жатқан видеом, өзіме ешқандай сіздерге финансовый рекомендация беріп жатырған жоқпын. Ертең күнде ақшаларыңызды жоғалтып алып, там RC20, TRC20 дегендер бар. Оларда сақ болыңыздар. Мен енді ешкімге консультация бермеймін. Бейт ауыстырасыңдар, бейт ауыстырасыңдар. Бұл жерде кішкене өздеріңіз біліп, көздеріңіз жетіп, содан кейін барып жүріп, осындай покупка-продаж жасасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Қайрат Нұрниязов. Рахмет, жақсы, сау, саламат болыңыздар.